Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар. Қынабек Өкібаев атындағы номер 37 жалпы орта мектебіндегі мектеп алды даярлық сыныбында сөйлеуді дамыту сабағынан ас атасы нан тақырыбындағы ашық тәрбие сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты нанды қадірлеп қастерлеу және дәстүрді сақтауға үйрету. Және балалар, сендерге бір-екі нақыл сөз айтып кетейін. Адамнан үлкен ат жоқ, наннан үлкен ас жоқ. Тістем нанның қадірін тарыққанда білерсің. Анық достың қадірін зарыққанда білерсің. Нан ардақты асыл ас. аттамас Оны қарыз ас. ақ Дастарханның үстінде. қол Қол жумай оны ұстамақ. Асынан. Жепелдің сасынан. Дастарханға нан тече. Неке текет асынан. Дәнді саспа, нанды баспа. Мен сіздерге қазір тақпақ айтып беремін. Нан ардақты асыл ас. Аттамас оны кәрі жас. Ақ дастархан үстінде қол жумай оны ұстамас. Нан болса ойнап күлеміз. Нан барда еркін жүреміз. Тіршілік көз нан ғана, нан қадірін білеміз. Мақал мәтел айтам енді. Нан қадірін артықта білесің.